Саламатсыздар ма? Бүгін кешкі асқа нан қуырдақ тағамын жасаймыз. Ол үшін 400 грамм етімізді жақсылап турап аламыз. Менде етім жуылған, таза. Осылайша тураймыз, ірірек қылып. Газымызды қосып, осындай табамызға сұйық майды құйып, отқа қоямыз. Қызып тұрған отқа етімізді саламыз. Жақсылап араластырып, осылай қуырамыз. Етті әбден қуыру керек. Бір ас қасықтай тұз саламыз. Қақпақпен жауып, осылай қоямыз. «450 грамм жуамызды турап даярлаймыз. Мен жуаны көбірек алдым, өйткені басқа еш зат қоспаймын. Тек ет пен пиязымызды, жуамызды қуырамыз. Осылай етіміздің үстіне салып, араластырып, пиязымыз сарғайып піскенше қуырамыз. Пиязымыз қуырылып атқанда, енді қамырымызбен айналысайық. 450-500 граммдай ұнға бір жұмыртқаны салып, осылай суымызға 2 кішкене қасық тұз салып, даярлап аламыз да, осылай үстінен құйып қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болмауы керек. Орташа, қатты емес, орташа болса жақсы болады. Қамырды 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қуырылып атқан етімізді араластырып, бір ас қасық томат саламыз. Үстінен соевый бір ас қасық соевый соус құйдым. Осылай араластырып, суымызды құямыз. Суымызды бір 400-500 мл су құямыз. Бір жарты қасықтай тұз салдым. Өйткені мен тұзым кем болып қалыпты. Қамырымыз өзіміз білетіндей, қамыр өзін көп мазалағанды жақсы көреді. Қамырды неғұрлым көбірек иілеп, осылай зуалап иілеп, мазасын алған сайын қамыр әдемі бола бастайды. Осылайша қайта-қайта қамырымызды илейміз. Қамырымызды иілеп, осындай зуалаға дайындап қойып қоямыз. Зуалаға дайындап қойып қоямыз біраз уақытқа. Менде осындай мұз қатырылған бұрыш бар еді, перец, болгарский перец пен қызанағым бар. Сосы екеуін қосамыз. Үстінен саламыз. Жаңа айтып өткен едім, еш нәрсе қоспаймын деп, мен осы тамақты әзірлеп жатып, осындай перец пен помидорымды, қызанағымды қосайын деп шештім. Өйткені тамағының дәмі бір өзгеше дәм шыққанын қаладым. Осылайша дайындап қойып қоямыз. Енді қамырымызбен айналысамыз. Зуалап дайындап қойған қамырымыз міне әдемі болып тұр. Енді жаямыз қамырды. Қамыр жайып білмейтіндер үшін айтыла кетсін енді. Осындай қамырды ақырындап үстіп шетін ғана басып жаямыз. Ортасынан емес, шетінен тез ауыстырып, осылай жаю керек қамырымыз. Салмақ көп салмаймыз.
ақырын ғана жай салмақпен осылай жая береміз. Қамырымыз домалақ, әдемі болып жайылып шығады. Қамыр жаю әркімнің өз несінде, қалауында қалай жайғысы келсе де өзі біледі. Осылайша қамырымызды жаямыз. Жайылып болғаннан кейін осылай жинап алып, қамырымызды кесеміз. Үстіне қойдым да, осылай мантыге дайындағандай қылып кесіп алдым қамырымды. Жайып, бірін үстіне бірін қойып, осылайша енді қамырымызды турап аламыз. Осылай лағманға турағандай қылып тураймыз, бірақ қысқа болады қамырымыз. Қамыр өзінің бабында даярланғаннан кейін ішіне байқап тұрсаңыздар, ұрпақ көп салынған жоқ. Сонда да турап жатқан кезде, міне қамырды кесіп жатқан кезде қамыр бір-біріне жабысып жатқан жоқ. Бұл қамырдың ие қанған, сондай өзінің бабында болған қамыр болатын. Енді қамырымызды осындай духовканың листіне дейміз, табағына саламыз. Үстіп жазып салып, менің духовкам алдын ала 200 градуста қызып тұрған духовкаға саламын. Бір 10 минут қойып қоямыз қамырды. Қамыр қандай болып жатыр екен деп арасында ашып қарасаңыздар болады. Міне қамырым құрғап жатыр. Бетін бір қозғап араластырсаңыздар болады. Енді кеуіп тұрған қамырымызды, духовкада кептіріп алған қамырды осылайша дайындаған подливімізге саламыз. Осылай араластырмастан үстіп бірін үстіне бірін сала береміз. Дым қылмайды, бір-біріне жабыспайды. Осылайша құрғаған әдемі қамыр. Бұндай қамырды біздің балалық шағымызда осылай құрғатып, кәдімгі ауылдың пешінің бетіне құрғатып алып, осындай тағам жасап беретін анамыз. Бұл тағамды енді бір 15 минуттан кейін бетін ашып, бетіндегі қамырды ғана араластырып етіп, не қылсаңыздар болады, өте жақсы болады. Қамыр тағам негізі қамырымыз 30 минутта таза әдемі пісіп шығады. Кептіріп салған қамырымыз ерекше дәмге ие болады. Өйткені ол кәдімгідей жая салып салған қамырдай болмайды. Рошкидің дәмі де болмайды ода. Бір өзінше бір ерекше дәм болады. Міне тағамыз дайын болды. Енді саламыз. Өзі бір сондай не сияқты, кәдімгі макарон сияқты деп айтайын десем, рошки сияқты деп, ондай да емес, бір ерекше қамырда жесеңіз ерекше дәм болады, өзінің бір ерекшелігі болады. Соевый соус қосу арқылы біз етіміздің дәмін өзгерттік. Бір ерекше салаттың етінің дәміндей сондай керемет тағамымыз дайын. Менімен бірге болыңыздар. Каналымды қолдап, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Осындай керемет тағам түрлерін алда әлі жасап көрсететін боламын.